Достар, сіздер мынау бір нәрсені білесіздер ма? Чечин Жыңмин деген бір нәрсе бар, яғни Дайкуанды қайтарып тастадым деген анық бір ысpat шығу керек. Мысалы біз енді бұрын бір Дайкуандарды алған болсақ, және оны қайтарып тастаған болсақ та, мысалы жаңағы үй алып қалатын жағдай болса, сізге Чечин Жыңмин шығарып бер деген бір нәрсе керек болады. Бұл кезде бұл Дайкуанды қайтарып тастадым десеңізде, бұл ысpat сөзсіз түрде керек болады. Енді мынау бәңкелерге барсаңыздар, бұны шығарып береді. Мысалы мынау секілді мінекей, Чечин Жыңминді шығарып береді. Одан кейін мынау Тордан қарыз алған кезде, Тордан көп қарыз аласыздар ғой. Мысалы қазір Хуабейдан ала саласыздар, Дойыннан ала саласыздар, көп қой әртүрлі жерлерден қарыз алуға болады. Осы жуанжандардың ішінде де Чечин Жыңмин деген нәрсе бар. Бұны сөз түрде жазыңыздар. Әйтпесе, бұл Дайкуандар Ленши Фанкуан қылатындығы себепті бұл қарыздар сіздің басыңызда тұра береді. Ой, сенің 70.000 Дайкуаның бар екен. Сен істетпесең де жаңағы сенің Жыңсинің шығарған кезде осы ақша көрініп тұрады. Сондықтан уақытында әрбір ақшаны алып істеттіңіз ғой, мейлі 1000 юан алыңыз, мейлі 10.000 алыңыз, мейлі басқа алыңыз, қайтарып болғаннан кейін сол жуанжанның ішінде жаңағы ақша тарқатқан жуанжан бар ғой, соның ішінде Чечин Жыңмин деген бір жер бар. Соны басып, сөзсіз түрде Чечин Жыңминді шығарып қойыңыздар. Осыны істетіп қойсаңыздар, ертеңгі күні үй немесе басқада қаражаттар немесе басқада Дайкуандар алып қалған кезде жаңағы нәрсені таба алмай, қиналмайтын боласыздар. Егер керектеріңізге жараса, диагноз қылып, және достарыңызға тарқатып қоюды ешқашан ұмытпаңыз. 记得关注再走哦。